Осыдан 40 жыл бұрын Қазақстанның оңтүстігінде отандық мұнай өңдеу саласы үшін жаңа дәуір басталды. Шымкент мұнай өңдеу зауыты еліміздегі алпауыт өнеркәсіптердің бірі ғана емес, ол технологиялық трансформацияның мыңдаған жұмысшылардың маңдай тері мен табанды еңбектерінің көрінісі. 1960 жылдардың соңы мен 1970 жылдардың басында Атырау және Павлодар мұнай өңдеу зауыттарының жұмыс істеп тұрғанына қарамастан, елімізде әсіресе оңтүстік өңірлерде мұнай өнімдеріне сұраныс көлемі өсе түсті. Сондықтан оңтүстікте мұнай өңдеу зауытын салу қажеттігі туды. Тарихи деректерге сүйенсек, Ленгипронефтехим институты жобалаған Шымкент мұнай өңдеу зауыты бастапқыда Батыс Сібір мұнайын өңдеуге арналып салынған. Зауыттың орналасуы стратегиялық тұрғыдан маңызды болды. Ол Омбы Павлодар Шымкент мұнай құбырының соңғы бекеті ретінде қарастырылды. 1971 жылы Қазақстанның оңтүстігінде жаңа мұнай өңдеу зауытын салу туралы маңызды шешім қабылданды. 1972 жылы КСРО министрлер кеңесі құрылыс жобасын бекітті. Шымкент қаласы зауыт салынатын жер ретінде таңдалды. Бұл таңдау жайдан-жай жасалған жоқ. Себебі Шымкент арқылы темір жол мен автокөлік жолдары өтеді. Еңбек ресурстары жеткілікті және өнімнің негізгі тұтынушылары Орта Азия мен Оңтүстік Қазақстан өңірлерінде орналасқан. Құрылысшыларға жылына 6 миллион тоннадан астам мұнай өңдеуге қауқарлы зауыт салу міндеті жүктелді. 1972 жылы Ленгипронефтехим институты әзірлеген жылына 6 миллион тонна мұнай өңдеуге қауқарлы Әмбебап ЛК-6У қондырғысының жобасы бекітілді. 1973 жылы жабдықтар базасы мен стандарттан тыс жабдықтар цехының құрылысы басталды. Сондай-ақ нөмірі 1 цехтың негізгі корпусы, кәріз және тазарту нысандары, тауар шикізат желілері салынды. 1981 жылы зауыттың жеке жылу электр орталығы іске қосылды. 1983 жылдың сәуірінде мұнай құю кешені пайдалануға беріліп, алғашқы қара алтын партиясы Омбы Павлодар Шымкент мұнай құбыры арқылы жеткізілді. 1985 жылы 28 қаңтарда Шымкент мұнай өңдеу зауытында алғаш рет бензин өндіріліп, ал 17 ақпанында мемлекеттік қабылдау комиссиясы зауытты пайдалануға беру актісіне қол қойды. 1986 жылдың көктемінен бастап зауыт толық технологиялық схема бойынша жұмыс істей бастады. Өнімді жоспарлы түрде шығарып, өңдеу қуатын жылына 6 миллион тоннаға дейін жеткізді. КСРО ыдыраған шақта шикізатпен қамтамасыз ету мәселесі өткір қойылып, зауытқа мұнай жеткізу құрылымында түбегейлі өзгерістер болды. Батыс Сібір мұнайының орнына мұнай өңдеу заводына Құмкөл мұнайы келе бастады. Бұл кен орны 1986 жылы ашылған. Ал 1990 жылдың көктемінде Құмкөл мұнайының алғашқы партиясы зауытқа жеткізілді. Құмкөлден келген мұнай үйреншікті Батыс Сібір мұнайынан ерекшеленді. Онда парафиндер және тұздар көбірек болатын. Бұл ерекшеліктер өңдеу процесіне әсер етті. Жабдықтың қызмет мерзімін қысқартты және мүлде өзге тазарту технологияларын талап етті. Зауыт ұжымы үшін бұл үлкен сынақ болды. Инженерлер жаңа шешімдер іздеуге мәжбүр еді. Гидро тазалау қондырғыларын күшейту, қосымша блоктарды жобалау, колонналардың жұмыс істеу режимдерін өзгерту. Әр қадам тәжірибе мен батылдықты қажет етті. 1996 жылдың 12 ақпанында Шымкент мемлекеттік мұнай өңдеу зауыты базасында мемлекеттік мүлік жөніндегі Оңтүстік Қазақстан аумақтық комитетінің қаулысымен зауыт Шымкент мұнай оргсинтез деп атала бастады. 2000 жылы қосымша техникалық жаңғыртуды қажет еткен зауытты Hurricane Hydrocarbons Ltd компаниясы иелігіне алды. Осыдан кейін 2002 жылы кәсіпорынның атауы Hurricane Oil Products болып өзгертіліп, 2003 жылы ол Петроқазақстан Oil Products атауымен қайта тіркелді. 2007 жылы Шымкент мұнай өңдеу зауытының 50% үлесін Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы сатып алып, акционер атанды. Содан бері Петроқазақстан Oil Products жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екі мемлекеттің ұлттық компаниялары Қазақстандық Қазмұнайгаз және Қытайлық CNPC компанияларының басқаруымен үлкен жетістіктерге қол жеткізді. Шымкент мұнай өңдеу зауыты Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының негізгі активтерінің бірі және еліміздің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуде стратегиялық рөл атқарады. Биыл
40 жылдығын атап өтіп отырған кәсіпорын 1985 жылы алғашқы бензин өндірген сәттен бастап ауқымды кезеңдерден өтті. Зауыттың басты байлығы адал еңбек етіп, абыройға бөленген қызметкерлері. Тәуелсіз Қазақстан тарихының бөлігіне айналған жарты ғасырға жуық жол осы майталман мамандардың қажырлы еңбегінің арқасында жазылды. Бұл зауыт мыңдаған мұнай өңдеу саласындағы кадрларды дайындаған өндіріс мектебі. Қазақстан мен Қытай арасындағы стратегиялық ынтымақтастығының ең табысты жобаларының бірі деп Петро Қазақстан Oil Products жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жаңғырту болды. Жалпы 1 миллиард 850 миллион ақш доллар көлемінде инвестиция құйылды. Зауытты жаңғырту жобасы 2 кезеңде жүргізілді. 2014-2017 жылдар аралығында жүргізілген бірінші кезең өнім сапасын жоғарылатуға бағытталды. Изомерлеу қондырғысының іске қосылуы нәтижесінде зауыт бензолдың канцерогендік мөлшерін 5 есеге азайтып, К4 және К5 экологиялық санаттағы Еуро 4 және Еуро 5 баламасы бензин өндіруге мүмкіндік берді. Бұл зауыт үшін мұнайды терең өңдеудің жаңа белесіне жеткізген нағыз жаңару кезеңі болды. Мұнай өңдеу көлемін жылына 6 миллион тоннаға дейін көбейтуге бағытталған жаңғырту жобасының екінші кезеңі 2015-2018 жылдары жүргізілді. Prime G+ қондырғысы бензинді күкіртті қосылыстардан тазалауды қамтамасыз етіп, қазіргі заманғы стандарттарға сай жанар-жағармай өндірісінің жоғары көрсеткіштеріне жетуге мүмкіндік берді. Ауқымды жаңғырту жұмыстарының нәтижесінде 11 технологиялық қондырғы мен зауыттық инфрақұрылымның 29 нысаны іске қосылды. Бұл зауыттың өндірістік әлеуетін күшейтіп қана қоймай, шамамен 500 жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік берді. Мұнай құбырлары арқылы жеткізіліп, зауыттағы алғашқы нысандардың бірі тауар шикізат цехына түседі. Көлемі 50 мың текше метрге дейін жететін 56 резервуарда әрі шикізат, әрі дайын өнімдері сақталады. Одан кейін шикі мұнай номер 1 цехқа жіберіледі. Онда мұнайдың қайнау температурасына байланысты оны біз бензиндік, керосиндік, дизельдік және мазуттық фракцияларға бөледі. Өнімнің сапасын заманауи жабдықтармен қамтылған зауыттың зертханасы қамтамасыз етеді. Мысалы, дизель фракциясы жоғары температурада катализатордың қолдауымен күкірттен тазартылады. Соның нәтижесіне қажетті сипаттамаларды бар тауарлық дизель отыны алынады. Бұл ауқымды процесті оператор бөлімдерінен үздіксіз бақылау жүргізіліп отырады. Бүгінде Шымкент мұнай өңдеу зауыты технологиялық прогрестің алдыңғы шебінде. Зауытта озық цифрлық шешімдер жүйелі түрде енгізіліп, олардың нәтижесі қазірдің өзінде көрініс табуда. Биыл зауыт 6,2 миллион тоннадан астам мұнай өңдейді. Бұл рекордтық көрсеткіш. Қазір кәсіпорын өнімділік көрсеткішінің ең жоғары деңгейіне қол жеткізді. Яғни өңдеу тереңдігі 88%-дан, ал жеңіл мұнай өнімдерін шығару 82%-дан асты. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өндірісте жасанды интеллектіні кеңінен енгізуге берген бағдары кәсіпорында практикалық тұрғыда іске асырылуда. Шымкент мұнай өңдеу зауытындағы кешенді цифрлық трансформацияның ең тиімді құралдарының бірі Advanced Process Control, заманауи технологиялық үдерістерді басқару жүйесі. Бұл өндіріс үшін автопилот сияқты жүйе. Ол қондырғылардың жүктемесін, колонналар мен пештердегі температураны, сондай-ақ алынатын мұнай өнімдерінің сапасын автоматты түрде бақылайды. Сонымен қатар, дизель отынын өндіру көлемін ұлғайтуға бағытталған режимдік өзгерістер кезінде жүйе өзінің тиімділігін айқын көрсетті. Нәтижесінде 2025 жылы зауыт тәуліктік өндіру көлемін 6,4 мың тоннаға жеткізіп рекорд орнатты. Автопилотты енгізудің жалпы экономикалық тиімділігі жылына шамамен 1 миллиард теңгені құрады. Өнім шығару үдерісін тиімді әрі сапалы жоспарлауды нарық сұранысы мен зауыттың технологиялық ерекшеліктерін ескеретін спираль оңтайландырылған жоспарлау жүйесі қамтамасыз етеді. Ал мыңдаған жабдықтың сатып алудан бастап жоспарлы жөндеуге дейінгі барлық кезеңді қамтитын үздіксіз әрі сенімді жұмыстарына техникалық қызмет көрсету және жөндеудің автоматтандырылған жүйесі жауап береді.
жоспардан тыс тоқтап қалуларды азайту және сенімділікті арттыру мақсатында цифрлық мониторинг құралдары мен вибродиагностика жүйелері пайдаланылады. Кадрларды даярлау мәселесіне де ерекше көңіл бөлінеді. Операторлар өз біліктіліктерін үнемі компьютерлік тренажер кешендерінде жетілдіріп отырады. Бұл тренажерлар нақты қондырғылардың динамикалық сандық көшірмелері. Осындай тәсілдің нәтижесінде бірқатар нысандарда адам факторына байланысты өндірістің тоқтап қалу жағдайлары жойылды. Әлемдік үрдістерге сәйкес зауытта жасанды интеллект саласындағы пилоттық жобалар қолға алынып жатыр. Еңбек қауіпсіздігі бағытында компьютерлік көру жүйелері сынақтан өтуде. Олар өндіріс алаңдарындағы бейнежазбаларды талдап, қауіпсіздік ережелерінің сақталуын бақылайды. Ал жабдықтардың істен шығуын болдырмау үшін ықтимал ақауларды алдын ала болжауға мүмкіндік беретін предиктивті талдау технологиясына негізделген жоба іске асырылуда. Мұның барлығы жөндеу аралық кезеңді ұлғайтуға бағытталған ауқымды жобаның бір бөлігі ғана болып қоймай, Шымкент мұнай өңдеу зауытының заманауи әрі интеллектуалды мүмкіндіктерді пайдалана отырып, цифрлық болашаққа нық қадам басқан кәсіпорын екенін көрсетеді. Уважаемые ветераны, уважаемые коллеги, в этом году Шымкентский нефтеперерабатывающий завод отмечает 40-летний юбилей. То, что мы достигли сегодня, это нелегкий труд наших ветеранов, коллег. Сегодня завод является стратегическим объектом, обеспечивает энергетическую безопасность нашей страны, также внедряет весомый вклад в развитие экономики Республики Казахстан. Объем переработки нефти доведено до 6 миллионов 200 тысяч тонн в год. На сегодня для завода и коллектива поставлена амбициозная задача – это расширение производственной мощности завода до 12 миллионов тонн в год. Для этого у коллектива завода достаточно знаний, опыта, квалификации. Все поставленные задачи будут выполнены. Қазақстандағы экологиялық жауапкершілікті күшейту бағытында маңызды қадамдардың бірі 2021 жылы күшіне енген жаңа экологиялық кодекс. Бұл Шымкент мұнай өңдеу зауытының жаңа деңгейге көтерілуіне мүмкіндік болды. Зауыт алғашқылардың бірі болып кешенді экологиялық рұқсат алды. Бұл экологиялық төлемдерден босатып қана қоймай, сонымен қатар ең озық қолжетімді технологияларды енгізіп, жаңа экологиялық стандарттарды қолдану бағытындағы маңызды міндеттемелерді білдіреді. Петро Қазақстан Oil Products әлеуметтік жауапты компания ретінде қала инфрақұрылымын, білім беру, спорт және экология салаларын дамытуға тұрақты қолдау көрсетіп келеді. Кәсіпорын жыл сайын 1000-ға дейін түп ағаш отырғызады. Түркістан марафонын өткізіп, бұқаралық спортты дамытуға атсалысады. Зауыт экология саласына қосқан елеулі үлесі үшін президент сыйлығы мен парыз марапатына ие болды. What we are facing now is a layout model of a refinery that has undergone 40 years of development. Over the past 40 years, the Picop refinery has continuously developed and made great progress, especially in the near 20 years of cooperation between China and Kazakhstan. The successful application of Chinese technology and engineering service has led to the modernization of the refinery, resulting in significant improvement in the quality and the production capacity of our light oil. The successful cooperation has continuously deepened the trust, understanding, and friendship between Chinese and Kazakh employees. We sincerely hope to work together in the future to achieve better development of refineries and make more contribution to the energy supply for Kazakhstan. Қазіргі таңда Шымкент мұнай өңдеу зауытында 2000-ға жуық адам қызмет атқарады. Зауыт өз қызметкерлерінің әл-ауқатына, олардың әлеуметтік тұрмыстық жағдайын жақсартуға және денсаулығын сақтауға ерекше назар аударады. Осы мақсатта алдын алу, емдеу және сауықтыру бағдарламалары ұйымдастырылып, зауыт қызметкерлерінің балаларына арналған демалыс пен денсаулықты сақтау бағыттарындағы шаралар өткізіледі. Шымкент мұнай өңдеу зауыты әлемдегі мұнай өңдеу зауыттарының тиімділігін салыстыратын халықаралық Соломон бенчмаркинг зерттеуіне қатысады. Бұл бағдарлама зауытқа өз көрсеткіштерін әлемдік көшбасшылармен салыстырып, әлсіз тұстарын анықтауға және ең үздік тәжірибелерді енгізуге мүмкіндік береді. Мұндай талдау зауыттың энергия тұтынуын азайтып, жабдықтың сенімділігін арттыруға және экологиялық қауіпсіздікті күшейтуге ықпал етеді. Сонымен қатар, кәсіпорынды жаһандық стандарттар деңгейіне жақындата түседі.
2025 жылға 9 ай қорытындысы бойынша Шымкент мұнай өңдеу зауыты 4.639.000 тонна мұнай өңдеді. Бұл көрсеткіш 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 506.000 тоннаға артық. Зауыт 1.700.000 тонна бензин және 1.580.000 тонна дизель отынын өңдеді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда тиісінше 225.000 және 299.000 тоннаға артық. Сонымен қатар 251.000 тонна авиаотын мен 266.000 тонна сұйытылған мұнай газы шығарылды. Бұл жай ғана цифрлар емес. Бұл көрсеткіштер жаңғырту жұмыстарының нәтижесін, дамудың жаңа кезеңін және зауыттың саладағы көшбасшылар қатарында екендігін дәлелдейді. Қазіргі жетістіктер бірнеше буын мұнай өңдеушілердің қажырлы еңбегінің жемісі деп білемін. Біз олардың еңбегін әрқашан құрметтейміз. Сонымен бірге кәсіпорынның қалыптасуына зор үлес қосқан ардақты ардагерлерге зор алғыс білдіреміз. Шымкент мұнай өңдеу зауыты болашақта да еліміздің индустриялық дамуының алдыңғы қатарында қала беретініне кәміл сенемін. Дорогие наши ветераны, коллеги, поздравляю вас с юбилеем, желаю вам здоровья, благополучия и достижения поставленных целей. Шымкент мұнай өңдеу зауыты 40 жылдың ішінде ауқымды құрылыс нысанынан бастап, заманауи мұнай химиясы саласындағы алып кәсіпорнына дейінгі жолдардан өтті. Зауыттың тарихы жұмысшылардың ұзақ жылғы қажырлы еңбегі мен болашаққа деген сенімімен өрілген. Зауыттың болашағы Қазақстанды алға жетелейтін күш. 40 жылдық белес, еңбек, жетістік, болашақ.